Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін цветной капустадан салат әзірлейміз. Бұл салат өте әдемі және өте дәмді. Және тәбетті жақсы ашады. Бұл салат өте оңай дайындалады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Салаттың құрамын видеоның астында жазып өттім. Ең алдымен цветной капустамызды осы видеодағыдай цветанушкаларына майдалап бөлеміз. Қайнаған суымызға 1 ас қасық тұз және 1 ас қасық қант салып, қант пен тұз ерігенше жақсылап араластырамыз. Сосын ол суға цветной капустамызды салып, 10 минут қайнатамыз. Енді қалған ингредиенттерді турауға кірісеміз. Қиярды осылай екіге бөліп, майдалап тураймыз. Болгар бұрышын майдалап тураймыз. Жуаны екіге бөлеміз, сосын майдалап тураймыз. Сәбіздерді Корея күшінен өткіземіз. Isып тұрған табаға май құямыз, сосын жуаны қуырамыз. Болгар бұрышын қуырамыз. Барлық туралған көкөністеріміз үлкенде ыдысқа салып, оған специяларды қосамыз. Қызыл бұрыш, кориандр ұнтақталған, корей тұзы және 1 сарымсақты майда күштен өткіземіз. Сосын қуырылған жуа мен болгар бұрышын қосамыз, сірке суын қосамыз, сосын салатымызды жақсылап араластырамыз. Енді салатымызға майдалап турап кинза қосамыз. Сосын өзіміздің талғамымызға байланысты тағы да шамалы тұздасақ болады. Енді салаттың бетін жауып, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Дайын болған салатымызды бір рет жақсылап араластырып, дастарханға тартса болады. Мінекей достар, бізде өте әдемі, өте дәмді және тәбет ашатын цветной капуста салаты шықты. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видео рецептерді жіберіп алмас үшін. Күндеріңіз сәтті өтсін.